Анашым, уақыт біраз болды ғой. Әке қайда? Неге келмей жатыр? Қазір кеп қалар балам. Әкем тағы кеш келе ме? Үнемі осы ғой. Әкем бізді жақсы көрмейді. Қызым, олай деме. Әкең сені қатты жақсы көреді. Сендердің әкелерің тамаша адам ғой. Сендер үшін жұмыс жасап жүр. Қазір келет, жарай ма? Ойнай ғой. Мың алғыс әке баққаның үшін, еңбекпен нанды тапқаның үшін. Сендер әлі жатпағансыңдар ма? Барында бір жатыңдар бар. Жазира! Жазира! Не болды? Мыналар не, ұйықтамаған ба әлі? Талғат, енді балалар сені қуантқысы келгені ғой, не болды? Шулап па? Мен сендерге ерігіп жүрмін ба, айтшы? Балалар, бөлмелеріңе барыңдар бар. Талғат, не болды? Балаларды шошыттың ғой. Мен сендерге ерігіп жүрмін ба? Ерігіп жүрмін ба? Сен бірақ үйде отырып алып бір балдарды ұйықтата алмайсың. Мені қайдан түсінейін деп едіңіз? Жарайды, кешір. Жүр, тамақ ішеміз. Сені күтеміз деп бізден нәр татпадық. Ішпеймін мен. Ішпеймін. Мая, осыларды. Қазір біреу құлайсыңдар, сосын жылайсыңдар, болды енді. Айша, қош болды, шаршадым. Анашым, Айшаға айтшы қумасын деп. Айша, болды, қызым. Ойнайықшы. Ойнамаймын. Онда әкем айтып берем сені. Айтсаң айта бер, әкем саған бәрібір жауап бермейді. Әкешім, әкетай, Жансерік айтшы ойнасыншы. Өтініш. Әкешім, неге мені естімейсің? Естіп тұрмын, қызым.
Неге өмір, жұмыс бастысың? Кешір. Жаман әкемді кешір. Жазира, сен неге қайта-қайта звондайсың, а? Бір рет басып тастадым, болды ғой енді. Жоқ, бұлар қоймай звондайды. Не болды ал? Ештеңе. Ханымда қарайтпас, айтшы, не болды? Ештеңе, саған бәрібір емес пе? Бара бер сол жұмысыңмен. Мен сендерге ерігіп жүрмін. Иә, сен ерігіп жүрген жоқсың, Талғат. Сен біз үшін жұмыс жасап жүрсің. Бірақ үйтіп біз үшін жұмыс жасаудың қажеті жоқ. Біз сенің мансабыңа, ақшаңа мұқтаж емеспіз. Бізге сенің әке болғаның керек, түсінесің бе? Сөзіңде тұрмайды екенсің, балаңа не үшін уәде бердің? Не дедің? Не деп уәде бердің? Саған сөзім жоқ, Талғат. Жоқ, айтсаңшы енді. Иә. Бүгін балама күрестен жарыс екен ғой. Шын айтам, ұмытып кеттім. Қайда ол? Бармай қош, бала ұйықтап қалды. Онысы да көңіл күйі жоқ. Ертең сөйлесерсің. Қызым да бүгін жылап шықты мектептен алмады деп. Серік, саған не болды? Неге дұрыстап күреспей жатырсың? Ағай саған дұрыстап күресін деп жатыр. Маған әкем келем деген қолдауға. Келдім, балам. Келдім. Әкем келем дегенше күрес бітеді ғой, білесің бе? Жансерік, давай тұршы. Бірдеңе қылып өтпесең қалып қоясың. Кешіріңіз, біреуді іздедіңіз бе? Жоқ, айып етпеңіз, мен жай жүрмін. Бұнда бөтен адамға кіруге болмайды. Жақсы, кешіріңіз, айып етпеңіз. Жақсы. Қыздар, сендер сөздерін жаттадыңдар ма? Я, мен жаттап алдым. Я, ешқандай қиын емес қой. Қыздар, ал сен ше өзің жаттадың ба? Я, ал мен қалай беремін? Қалайсыңдар? Үйірмеге бара жатсыңдар ма? Жақсы. Я, барасың ба? Я, сол сендермен бірге барайын деп асығып келе жатырмын. Бақыт, сөзін жаттадың ба? Я, жаттап алдым. Енді дұрыс ойнау керек. Қызым? О, әке, қалайсың? Қалайсың? Жақсы. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, аға. Уағалейкумассалам. Қалайсыңдар? Әке, бұл мен театр еместегі достарым. Біз қазір үйірмеге барамыз. Я, жақында бізде премьера. Сіз екеніңіз көруге. Барам, міндетті түрде барам. Жүріңдер, апарып жассан. О, кет! Ағай, жаңа сіз бізді суретке түсірдіңіз бе? Мә, ағай, сіз Айшаның әкесіз ғой, таныдым. Я. Ағай, Айша қайда? Неге үйірмеде шығып кетті? Қайтып келе ме? Аға, Айшаға сәлем айтыңыз. Қайта келсінші үйірмеге.
Талғат аға, сен өзі барсың ба? Мына жерге не болған өзі? Өткенде ғана келістік. Неге айтқан тыңдамайсың? Сен осылай отыра бергеннен өткені қайтып келмейді. Амина. Амина, қарындасым. Білесің бе? Мен бәрін кеш түсіндім. Мен қазір отбасымның бір күлкісі үшін бәрін беруге дайынмын. Мен студенттік өмірді тап сондай қызық болады деп ойламаппын. Күшті ғой да? Иә, ауыр кітап дәріс ұстап жүрмейсің, тек қана дәптер ұстап жүресің. Тездетіп студент болып өсіп кетсем ғой. Әйтпесе апайлар күнде сабақ сұрап, уже шаршап кеттім. Ой, балам, ертең сол мектеп уақытын сағынасың. Қайтана көз майын тауысып, барын беріп үйретіп жүрген ұстаздарыңа рахмет айт. Қазір сендердің арттарыңнан үйретем деп қуып жүрсе, ертең студент болғанда соған зар боласыңдар. Сол ғой. Қаз керісінше біз апайлардың арттарынан қуып жүрміз. Мектеп уақытын қайта берсе ғой. Әне көрдіңдер ме, апатайларың мектеп кезін сағынып жатыр. Сондықтан да қазір оқыңдар балалар, ерте есеюге асықпаңдар. Киноға барамыз ғой, істейміз. Қандайға барамыз? Қайдағы барғасын? Кәстенде болу керек. Ей, не жу сендердікі? Әке. Ау, Сәке. Ау. Барым. Қашан барамыз? Тағы да киноға бара алмаймыз ау. Сен тек жұмыс басты айналаңды ойламайтын адам болдың, аға. Саған бір уақыт бәріміз артық болдық, білесің бе? Айналаң, достарың. Мен де сол үшін жатақханаға ауыстым. Ең ауыры сен анамыздың хәлін сұрауға жарамадың ғой. Неге айтшы? Анамыз ауруханада сенің жүзіңді көруге мұқтаж болып жатқан, сен жұмыстан шыға алмайым дедің. Бірақ ешқайсымыз сенің ақшаңа мұқтаж болмадық. Біреу араласатын досын жоғалтса, біреу асыл жарын. Ал қос қолының әкеге мұқтаж бол. Мен тіпті әке орнына әке болған тіреуден. Ал анамыз бар өмірінен айырылды. Есіңде болсын. Анамыз аурудан емес, құсоқтан сені сағынып қайтыс болды. Әр құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала Есіңде ме? Екеумізді қалай бақты? Неге бәрін ұмыттың? Бақыт үлкен болған емес шынында. Ал қайғының кішкентайы болмайды.
қарыңдар, газ лақтырам, дайын отырыңдар. Ешқандай жүріс болмас. Суф. О, Ханталапай, хан менде. Ес, менде 5. Ба, мен дымаламай қалдым, о? Менде 7. Аға, мама тамақ пісіп кеттік жөнде тамақ болыңдар. О! Талғат, осы сіздің неге келсем, қол наны мен майы жегім келіп тұрады. Соны айтамын, сенің анаңның пісірген наны өте дәмді. Сенің үйіңе келсем, біздің үйдегілер де уайымдар. Балдар аш қалмайды. Мен анам алтын ғой. Мама. Кешірші. Уақытым болмады, мама. Уақытым болмады. Мені кешір. Санында бола алмадым. Үлгіре алмадым, мама, үлгіре алмадым. Кешірші. Санымнан табыла алмадым. Кімге ақталам? Кім үшін? Іздегенде жанында болмадым. Арқаламақ түгілі. Алақаныңнан ұстай алмадым, ау. Талғат. Ау. Мамамның пісірген бауырсағын сағындым. Тым болмаса, бір үзім берші. Жоқ. Сен кешіктің. Сен пол бауырсақтан еш қашан жамайсың. Тек сағынып өтесің. Неге арманды өзгерттің? Айтшы. Неге? Алға қойған мақсатыңды өзгертіп, неге ерте есеуге асықтың? Айтшы. Ақшама мен іздеткен. Неге ол жолды таңдадың? Енді қараш, бәрі қалай болды. Бала күні саған қатты қапалы. Білесің ме? Бала күнінде қанша құладың, қанша жарақаттар, бірақ бәрі бір шырам қалдырмастан өсірді. Сенші, неге үлкен жазылмас жарақ қалдырдың? Сен кінәлісің. Неге? Неге бәрі менен алыстап кетті? Қайсың атып отырған? Мә, қазір апай келсін бар ғой, айтып қоямын. Мерей сен бә? Бірден болса неге менен көресің? Әлде рахат сен бе? Ау, не болды? Кім? Қойшы алаңдатпаш. Мән берме, жаза бер. Болды ғой. Жоқ, әлі мынау бар. Қол талып қалды. Демалайын, а? Қайдағы демалған?
Сен арамыздағы мықты сақты орындайтын, сосын шаршамайтын жігітсің ғой. Мә болмайды олай. Арасында өзін орындашы еш. Мә, қазір оның бәрін дәптеріме көшірудің өзі. Теңіз жаза берсін. Жаз. Құлағым, ауырттың ғой. Апайға айтам сені. Екеуін екен ғой, неге қоймайсыңдар? Өткенде директорға кіргендерін аз ба? Көресіңдер бүгін. Ойың өтер алмайсыңдар ма? Соны айтам. Тек жылап қорқытады дейсіңдер. Көресіңдер ғой қазір. Кино ма? Неге солайсыңдар? Адамға ойлануға мұрса бермедіңдер ғой. Не ойлап отырсың соншама? Келесі сабақ қандай сылтау айтам деп отқанша. Ой, жоқ. Мен арманым асқақ, мақсатым бар. Не ойлайсың ал сонда? Сабақ туралы ма? Жоқ, сабақ емес. Мен қалай мектеп бітірем, солай қалаға кетем. Сен қалада біреу күтіп отыр ма? Сені қалаға кіргізбей қалады осы. Ондайлар қалада көп деп па. Мектеп бітіріп бәріміз қалаға кетеміз ғой. Қуадай осы. Ой, тыңдандаршы, не осы соны айтпен. Мен қалаға барғанда ғой, бастық болам. Енді қараңдар, бәрін алдыма келіп, жұмыс сұрайсыңдар. Сол уақытта бәріне жұмыс тауып берем. Ақшама, ақшалай. Мендегі класстастарым барына қуансаңдаршы. Бір елестетіп көрейікші, тұрыңдаршы алдыма. Енді қараңдар, осы уақытта алдыма келіңдер. Жиналыңдар, тез. Досым, орын бар ма? Бір жұмыс керек еді. Тап қазір менде орын болмай тұр. Менде жиналыс. Кейін келесің бе? Досым, сен қайда танысың бар еді ғой. Сөйлесіп берші. Өткен үйде жауапсыз қалдырдың. Мә, сендер қызықсыңдар. Не болды бірден болса таныстан бір жағалап? Құрдасың болсаң болды ма? Өз шаруаларыңды өздерің шешіңдер. Бір. Ауылға жинап жатырық, баста қалай. Құрдастарымен жиналатын шығарсың енді. Ерігіп сендерде. Мен бір қол болса адамдай. Бүткіл шаруамды тастап жүрейін енді. Рахмет көп. Шаруа жетеді. Шетелден қонақтарым келеді, қарсы алу керек. Ау, бәке. Ау. Иә, боспын. Аха. Ой, сіздерге боспыз ғой. Талғат, сен қатты өзгеріпсің. Алдыңа қаншама құрдас келді түрлі жағдайларымен. Бірақ 40 сылтау айтып, солардың барлығын бетін қайтардың. Солардың тілегін орындайтын сенде жағдай болды ғой. Балалық арманыңа жеттің, бірақ балалық болмысың қалмаған екен. Досым, кешіресің ба, айтшы. Қателестім. Барлығын түсіндіріп отырмын ғой. Сендермен қосылмадым. Отбасымнан алыстадым. Ақшаны, байлықты таңдадым. Бірақ барлығын түсіндім ғой. Бәрін түзеуге мүмкіндік бар шығар мүмкін. Талғат, кешірдім де оңай. Білесің, бірақ сен қандай қателік жасағаныңды. Мен сен досы ретінде баяғыда кешіріп қойғам. Бірақ адам ретінде қиын. Сен адамдық шеңберінен шығып, қаншама адамның сенімін суыттың. Бізді қойшы, біз кешіреміз. Отбасыңды ойладың ба? Мейірімге мұқтаж қос қолыншағың, махаббатыңа мұқтаж әйелің. Үйленгенде қандай уәдемен алдың сен соларды? Солардан неге кешірім сұрамайсың бірінші? Анаңнан кешірім сұрадың ба? Сенің анаң біздің барлығымыздың анамыз еді.
біздің мектептің тазалығына адал қызмет атқарып, сендерге шынайы тәрбие берген. Тазалықтың барлығы сол тәрбиеден басталады. Анаңның аппақ сүті, таза асы, таза киімі. Ал сен солардың барлығын жоққа шығардың. Балаң жақсы болса, жердің үсті деген. Анашым, қалайсыз? Айналай, Талғатжан, не құрсын сен? Қарындасың қайда? Көк, анашым, біз келдік. Жан. Сіз отырып демалып алыңызшы. Айтпақшы, біз сізге айран мен нан алып келдік. Жоқ, мен тоқпын. Одан да өздерің отырып жеп алыңдар. Кел, отырып тойып жеп алыңдар. Айналайын, жеп алыңдар. Ас болсын. Анашым, біз керісінше сізге алып берсек? Жоқ, мен тоқпын. Оның үстіне менің бірнеше сыныбым бар, әлі жуатын. Сендер жеп алыңдар. Анашым, рахмет сізге. Біз шын аянбай еңбек етіп жүргеніңізге. Анашым, менің суыққа да қарамай демалыста жұмыс жасап жүрсіз. Біз сізді жақсы көреміз. Мейірімге толы жүректеріңнен қошақандарым. Ас болсын. Бәрі сендер үшін. Тек ең бастысы өскен кезде ұмытпасаңдар болғаны. Досым, біз ештеңе жоқ уақытта шынайы бақыт дедік. Көршіден барып жартынан сұрайтын кездер. Светті өшіре алмай қайта-қайта секіріп жүретін кездерін білесің бе? Тас қараңғыда екі кірпіш қойып, счет деген 30-да бірдеңе болып отыр. Айқай шу, айқай төбелес. Ең қызығын айтайын ба? Үйдегілер бар, сағатты қарап кел дегенде, кішкентай 5-те, үлкені 10-да отыр деп. Досым, сол кезде біз осыншама бақытсыз боламыз деп ойладық па? Ойлан досым, біз де басқа да саған өз отбасыңдай бола алмаймыз. Дайындығымызды бастайға? Түгел емес біз әлі. Бастаймыз. Ойыншықтар, орманшықтар қорқынышты адам жүр. Мен қорқып тұрмын. Мен олай болса қорқамын. Қорқпаңдар достарым, мен сендерді өзім қорғаймын. Сендер менің өмірлік достарымсыңдар, ең жақын адамдарым. Саған не от? Неге ұмытып қала бересің? Жаттамайсың ба? Неше рет қайталадық, ойнамаймен шаршадым. Қыздар, маған бір ашуларын беріңдерші, оған ұрса өлмей. Сен қойшы, тыныш тұрш, саған сөйлемедік. Жағаласпайтын жерде жағаласып. Ойбай, жақсы, бір ашуларын бермей-ақ қойыңдар. Өздерің ұрса беріңдер. Тағы, қайталайық. Мен сендерді қорғаймын. Тағы не ол? Осы жеріне кеп тоқтап қала береміз, а? Ол сөзін ұмыт қала береді. Осы неге сендерде үнемі костюм жоқ? Мен ақ келем ба тек? Ұрсып болдыңдар ма? Жиналыңдар тез. Ертегімізге дайындаламыз жоқ па? Әлде жарысқа бармайсыңдар ма? Кешіріңіз, бірақ Айшаның сөздері Раянаға қиын-ау. Я, сөздер көп. Жаттай алмай жатырмын. Айшаның өзіне ойнамайды. Көріпсің ба Айшаны? Бұлай жүре бесек, бізден қойылым шықпайды. Айшаға хабарласып көресіз бе? Келсін, әлде бір рет конкурсқа барып келсінші. Ол біздің мектептен ауысқалы, мүлдем оны көрмедік. Жақсы ойланайық. Қайтадан қараймыз. Жиналыңдар. Хей, Талғат, сен бала күнінде бай адам болып, қалаға кетем деп едің. Бай болдың. Бірақ адам болмадың, ау құрдасым. Қазір не істеп жатыр екенсің? Шетелде рахаттанып, бір демалып жатқан боларсың да. Қызық, балалық болмысын әлі қалдым екен. Досым, сен менің айтқандарымды ұмытпаған шығарсың, иә? Сойтам хабарласпай кеттің ғой. Құрдас, біз сен бала кезіндегі айырылмастай досымыз ғой. Білесің ба? Ұмытпа бізді. Талай сабақты менен көшірдің ғой. Соны айтам, бізді ұмытпа. Біз саған бекер көмектесіппіз ғой. Қазір адам танымайды. Кетікші біз жақтан да күн шығар.
Ағатай, мені танисың ба? Мен сенің қарындасыңмын. Мені ұмытпа, әйтпесе қатты ренжимін. Әке, анашым сені қатты сағынды ғой. Біз де сені қатты сағындық. Сен қайдасың? Кеш бізге. Әкетайым менің, мен сен қандай жағдай болсын жақсы көрем ғой. Әрбір бала өз әкесін жақсы көреді емес пе? Әкелер де өз балаларын жақсы көреді. Біз сені сағындық. Бізден неге алыстадың? Бізге келші, әке. Таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Біраз звондап тастапты ғой. СМС-те жазыпты. Балам, қалайсың? Жазиралар басқа қалаға көшіп жатыр. Осы уақытқа дейін саған айттырмады. Тап қазір олар вокзалға кетті. 1 сағатта пойыз жүріп кетеді. Егер шынымен отбасыңды сақтағың келсе, балаларды ешкімге жәутеңдемегенін қаласаң үлгер. Әке! Кешіріңдерші. Әкетайым менің, қалың қалай, жақсы ма? Бізді неге іздемедің? Неге? Әке, мен сағындым ғой сені. Сен де бізбен барасың ғой, я? Заман әкелеріңді кешіріңдерші. Олай демеші, әке. Қайта, сен бізді кешір. Заман әкелеріңді кешіріңдер. Жазира, неге ойланбайсың? Не үшін кетіп барасыңдар? Қалай күн көресіңдер мейіз? Талғат тағы да айтам. Біз сенің тапқаныңа емес, бізге деген көңіліңе мұқтаж едік. Барлығын өзің қолдан жасадың ғой. Сонда барлығына мен бә кінәлі? Балаларын неге ойламайсың? Жоқ, керісінше мен ғой кінәлі. 2-3 күнде биге қонбайтын, отбасын соңғы орынға қоятын, балалардың көзінше ұрыс бастайтын, уәдесінде тұрмайтын, тағы айтайын ба Талғат? Қысқасы, жолымды бөгеме, мектепке баруым керек, балаларды алам. Басқа қаладан бақыт іздегенше бәрін басынан бастайықшы. Менің бір бақытым отбасым екен. Мен түсіндім. Басынан бастайықшы. Баққаның үшін, еңбекпен нандай тапқаның үшін, бейнетіңнің зейнетін көрші, әкешім менің мақтанышым. Әкесі, тағы да кешігіп қалдың ба? Қайда жүрсің? Тамақ суып қалатын болды ғой. Екінші кілт менде. Киімдермен дайынсыңдар ма? Сол ғой. Соны айтам, тез болыңдар, әйтпесе сөзіңді ұмытып қалам. Мен дайынмын. Бастаймыз ба? Бастайықшы, мен дайынмын. Бастайық, аға келгенше бірден де алайықшы. Мен де дайынмын. Айша? Жай-жай,
Баяғы ерте келіп алғансың ба? Мә, досым, барсың ба өзі? Сен сағынам деп ойламаппын. Ағаймен сөйлестің бе? Иә, сөйлескем. Келді. Сен де қатысаң. Жотам чемпион боламыз, а? Айтпама, әкеспесті боламыз. Біз өмірді түсінбейміз сол қайғы туа сала таудай бақыт күтеміз ал шынында бақыт үлкен болмайды бақыт үлкен болған емес шынында ал қайғының кішкен жайы болмайды Сияқты сезінбейтін қанатын бақыт сәби білмей туған әлатын бақыт ғажайып бір дәм ғана сүйгеннен соң ерініңде қалатын бір құдірет бізді өмірге жолдайды біз өмірді түсінбейміз сол қайғы туа сала таудай бақыт күтеміз ал шынында бақыт үлкен болмайды